Сәлем достар, бүгін сүт қосылған шайдың не себепті зиян екенін бірге анықтайтын боламыз. Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны. Десе де бұрынғы заманнан мал асырап, бағу арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай десең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс, оның пайдалы және зиянды тұсы қандай? Шетелдік ғалымдардың зерттеуіне сүйене отырып, ақшайдың пайдасы мен кері әсерін анықтап көрді. Британдық ғалымдардың зерттеуіне жүгінетін болсақ, шын мәнінде сүтті шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-25%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығындағы едәуір жақсара түсетінін анықтаған. Bir қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлде қайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байламға тоқтауға негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де жойып тастаған. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді. Ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де, сүт қосылған шайдың құрамындағы адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар деген сөз. Сіздермен болған Адам энд Тағам каналы. Біздің каналымызға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.